Армысыздар, құрметті Неге каналын тамашалаушылар. Бүгін сіздер сарала қаз туралы деректермен қанығасыздар. Жалпы сарала қаз қандай қаз, ол туралы халықта қандай аңыз қалыптасқан, міне сол туралы айтатын боламын. Көнекөз қариялар бұл қазды кейде итала қаз деп те атайды. Олай дейтін себебі, қазақ халқының аңыз әңгімелерінде сарала қаз жұмыртқасын елсіз биік төбелерге, айдаладағы мазарларға, әйтеуір адам аяғы баса бермейтін қияндарға, ешкім көрмейтін жерлерге салады екен. Сондықтан сарала қаздың жұмыртқасын кездестіру оңай шаруа емес көрінеді. Неге екенін кім білсін, халқымыз дәл осы сарала қазды ерекше құрметтейді. Тіпті ақудан кейінгі қорғаштайтыны, әлпештейтіні әрі құрмет тұтатыны осы сарала қаз. Жалпы бұл сарала қаз кәдімгі қаз болғанымен, сыртқы бейнесінде өзіне тән ерекшелік бар. Мысалы, бұл құс қаздан гөрі үйрекке көбірек келіңкірейді. Үйрек тұқымдас құс өзгелерге ұқсамайды, ерекше жаратылған. Денесі қызыл сары, бас жағы ақшылдау келеді, қанаттарының ұшы қара. Шағын көлшіктерде, саздауыт жерлерде де кездеседі. Ұясын түлкі, қарсақ, суыр сынды аңдардың тастап кеткен ініне салады. Бос қалған ін табылмаса, жартастың қуысын да ордасына айналдырып жібереді. Бір басқанда 9-12 жұмыртқа басады екен. Жұптасып өмір сүретіндіктен аталығы да ұядан ұзап кетпейді. Мамырдың ортасына қарай балапандары шығып, тамызға қарай қарағанаттанады. Шығыста көбейген құстар салқын түсе оңтүстік өңірге бағыт алады. Аң құс атуға шыққан әрбір аңшы сарала қазды атпайды, ерекше құрмет тұтады. Тіпті ол туралы мынадай аңыз да бар. Сарала қаз жұмыртқасын ешкімге көрсетпей салады екен. Бірақ үнемі сарала қазға тиіспей, оны үнемі бақылап отырған адам болса, оның ұясын жыл сайын бақылауға алған адам баласы құмай тазыға ие болады екен. Иә, жүгіргенге жеткізбейтін, қуса тірсегін қиып түсетін, қасқыр алатын тазит. Себебі сарала қаз 50 жылда бір басқан жұмыртқасының ішіндегі тек бір ғана жұмыртқасынан күшік туылады екен. Ал ол күшікке сарала қаз түрлі тағамдарды тасып беріп өсіреді мыс. Ол күшікті адам көзінен жасырады екен. Ал кімде-кім әлгі күшікті 50 жылда бір рет дер кезінде бақылап, сол уақытта үстінен дөп түсіп, күшікті иеленсе, қасқыр алатын азулы тазиттің иесі атанбақ. Көбінесе ол күшікті ешкім тауып ала бермейтіндіктен, әлгі 50 жылда бір туылатын күшік қасқырлар тобына қосылып кетеді екен. Міне керемет, қандай аңыз десеңізші. Бүгінде сарала қаз саны анағұрлым азайған құстар қатарында. Оларды ұлттық парк қызметкерлері санап журналға тіркеп отырады. Біз де өз тарапымыздан далал аумаққа жол түскенде сарала қаз көзге ілінсе амандығын тілеп қамқоршы болайық. Ал сарала қаз туралы аңызды ұрпақтан ұрпаққа жеткізейік. Құрметті Неге каналына тіркелушілер, сіздерге әңгіме ұнаса, лайықты түрде лайк басып, кереметтей комментарий қалдырады деп сенемін. Тағы қандай тақырыпта аудио кітап дайындайын, оны комментарийға қалдырады деп сенемін. Ең бастысы тіркелуді ұмытпайық.